Сегодня мы будем работать над аудированием. Мы будем слушать очень интересный и актуальный текст, который может заинтересовать многих людей. Перед тем, как мы начнем переводить текст, давайте сначала внимательно его прослушаем. Это поможет нам лучше понять содержание текста и улучшить свои навыки аудирования. Не спешите, слушайте внимательно и старайтесь понять, о чем идет речь. Приятного просмотра. Біз көп балалы отбасымыз. Менің жасым 14-те. Мен 7-ші сыныпта оқимын. Менің отбасымда анам, әкем, мен, үлкен ағам және сіңілім бар. Менің анам 40 жаста. Ол дәрігер. Анам әлемдегі ең мейірімді, ең жанашыр адам. Ол маған әрқашан көмектеседі, мені қолдайды. Анам тамақ жасағанды жақсы көреді және дәмді тағамдар дайындайды. Менің әкем 45 жаста. Ол кәсіпкер. Мықты және өзіне сенімді адам. Ол әрқашан кез келген мәселенің қалай шешуге болатынын біледі. Әкем кітап оқығанды және спортпен айналысқанды жақсы көреді. Үлкен ағам менің ең жақын досым. Ол студент. Университеттің 2-ші курсында оқиды. Бос уақытымызда әрқашан бірге серуендеп, көңіл көтереміз. Менің ағам футбол ойнағанды, велосипед тебуді ұнатады. Менің сіңілім менің кішкентай ханшайымым. Ол 5 жаста. Балабақшаға барады. Ол әлі кішкентай, бірақ қазірдің өзінде өте ақылды және әдемі. Сіңілім қуыршақтармен ойнағанды, ертегі оқығанды жақсы көреді. Біз бірге уақыт өткізгенді ұнатамыз. Әртүрлі ойындар ойнаймыз, саябаққа барамыз, кітап оқимыз, жай сөйлесеміз. Біздің отбасымыз мен үшін ең қымбат. Кішкентай кезімде отбасымызбен тауға баратынбыз. Соқпақтармен жүріп, әсем көріністерге тамсанып, отта айналып ән шырқайтынбыз. Бұл өмір бойы есімде қалатын ұмытылмас күн. Отбасым туралы менің сүйікті естеліктерімнің бірі. Мен отбасымды қатты жақсы көремін. Олардың мен үшін жасаған барлық істер үшін алғыс айтамын. Оларға әрқашан сене аламын. Біз көп балалы отбасымыз. Мы большая семья. Менің жасым 14-те. Мне 14 лет. Мен 7-ші сыныпта. Я в 7 классе. Оқимын. Учусь. Мен 7-ші сыныпта оқимын. Я учусь в 7 классе. Менің отбасымда. В моей семье анам, мама, әкем, папа, мен, я, үлкен ағам, старший брат, және сіңілім бар, и младшая сестра. Менің отбасымда анам, әкем, мен, үлкен ағам, және сіңілім бар. В моей семье есть мама, папа, я, мой старший брат и младшая сестра. Менің анам, моя мама, 40 жаста, 40 лет. Менің анам 40 жаста, моей маме 40 лет. Ол дәрігер, она врач. Анам, моя мама, әлемдегі, в мире, ең мейірімді, самый добрый, ең жанашыр адам. Самый отзывчивый человек. Анам әлемдегі ең мейірімді, ең жанашыр адам. Моя мама – это самый добрый и отзывчивый человек в мире. Ол маған, она мне, әрқашан көмектеседі, всегда помогает, және мені и меня қолдайды,
поддерживает. Ол маған әрқашан көмектеседі және мені қолдайды. Она всегда мне помогает и поддерживает меня. Анам тамақ жасағанды. Мама готовить еду. Жақсы көреді, любит. Және дәмді тағамдар и самые вкусные блюда дайындайды, готовит. Анам тамақ жасағанды жақсы көреді және дәмді тағамдар дайындайды. Мама любит готовить, и она готовит самые вкусные блюда. Менің әкем, мой отец, 45 жаста, 45 лет. Менің әкем 45 жаста, моему отцу 45 лет. Ол кәсіпкер, он предприниматель. Ол мықты, он сильный, және өзіне сенімді адам, и уверенный в себе человек. Ол мықты, және өзіне сенімді адам. Он сильный и уверенный в себе человек. Ол әрқашан, он всегда, кез келген мәселенің, любую проблему, қалай шешуге болатынын, как решить, біледі, знает. Ол әрқашан кез келген мәселенің қалай шешуге болатынын біледі. Он всегда знает, как решить любую проблему. Әкем, папа, кітап оқығанды, читать книгу, және спортпен айналысқанды, и заниматься спортом, жақсы көреді, любит. Әкем кітап оқығанды, және спортпен айналысқанды жақсы көреді. Папа любит читать и заниматься спортом. Үлкен ағам, мой старший брат, менің ең жақын досым, мой самый близкий друг. Үлкен ағам, менің ең жақын досым, мой старший брат – это мой самый близкий друг. Ол студент, он студент. Университеттің екінші курсында оқиды. Он учится во втором курсе университета. Бос уақытымызда, в свободное время, әрқашан бірге, мы всегда, серуендеп, көңіл көтереміз, гуляем и веселимся. Бос уақытымызда, әрқашан бірге серуендеп, көңіл көтереміз. В свободное время мы всегда гуляем и веселимся. Менің ағам, мой брат, футбол ойнағанды, играть в футбол, велосипед тебуді, кататься на велосипеде, ұнатады, любит. Менің ағам футбол ойнағанды, велосипед тебуді ұнатады. Брат любит играть в футбол и кататься на велосипеде. Менің сіңлім, моя младшая сестра. Менің кішкентай ханшайымым, моя маленькая принцесса. Менің сіңлім, менің кішкентай ханшайымым. Моя младшая сестра – это моя маленькая принцесса. Ол 5 жаста, ей 5 лет. Балабақшаға барады. Она ходит в детский сад. Ол әлі кішкентай. Она еще совсем маленькая. Бірақ ол қазірдің өзінде, но она уже өте ақылды, очень умная, және әдемі и красивая. Ол әлі кішкентай, бірақ ол қазірдің өзінде өте ақылды және әдемі. Она еще совсем маленькая, но она уже очень умная и красивая. Сіңлім, сестра, қуыршақтармен ойнағанды, играть в куклы, ертегі оқығанды, читать сказки, жақсы көреді, любит.
Сіңілім қуыршақтармен ойнағанды, ертегі оқығанды жақсы көреді. Сестра любит играть в куклы и читать сказки. Біз бірге, мы вместе, уақыт өткізгенді, проводить время, ұнатамыз, любим. Біз бірге уақыт өткізгенді ұнатамыз. Мы любим проводить время вместе. Біз, мы, әртүрлі ойындар, разные игры, ойнаймыз, играем, саябаққа барамыз, ходим в парк, кітап оқимыз, читаем книги, жай сөйлесеміз и просто разговариваем. Біз әртүрлі ойындар ойнаймыз, саябаққа барамыз, кітап оқимыз, жай сөйлесеміз. Мы играем в разные игры, ходим в парк, читаем книги и просто разговариваем. Біздің отбасымыз, наша семья, мен үшін, для меня, ең қымбат, самое дорогое. Біздің отбасымыз, мен үшін ең қымбат. Наша семья – это самое дорогое, что у меня есть. Кішкентай кезімізде, когда я был маленьким, отбасымызбен, мы всей семьей, тауға баратынбыз, ездили в поход в горы. Кішкентай кезімде отбасымызбен тауға баратынбыз. Когда я был маленьким, мы всей семьей ездили в поход в горы. Соқпақтармен жүріп, мы ходили по тропинкам, әсем көріністерге тамсанып, любовались красивыми видами. Отты айналып ән шырқайтынбыз, и пели песни у костра. Соқпақтармен жүріп, әсем көріністерге тамсанып, отты айналып ән шырқайтынбыз. Мы ходили по тропинкам, любовались красивыми видами и пели песни у костра. Бұл, это, өмір бойы, всю жизнь, есімде қалатын, который я буду помнить, ұмытылмас күн болды. Был незабываемый день. Бұл өмір бойы есімде қалатын, ұмытылмас күн болды. Это был незабываемый день, который я буду помнить всю жизнь. Мен отбасымды, я свою семью, қатты жақсы көремін, очень люблю. Мен отбасымды қатты жақсы көремін. Я очень люблю свою семью. Мен олардың, я им, мен үшін, для меня, жасаған барлық істері үшін. За все, что они делают. Алғыс айтамын, благодарен. Мен олардың мен үшін жасаған барлық істері үшін алғыс айтамын. Я благодарен им за все, что они делают для меня. Мен оларға әрқашан сене аламын. Я всегда могу на них положиться. Біз көп балалы отбасымыз. Менің жасым 14-те. Мен 7-ші сыныпта оқимын. Менің отбасымда анам, әкем, мен, үлкен ағам және сіңілім бар. Менің анам 40 жаста. Ол дәрігер. Анам әлемдегі ең мейірімді, ең жанашыр адам. Ол маған әрқашан көмектеседі және мені қолдайды. Анам тамақ жасағанды жақсы көреді және дәмді тағамдар дайындайды. Менің әкем 45 жаста. Ол кәсіпкер, мықты және өзіне сенімді адам. Ол әрқашан кез келген мәселенің қалай шешуге болатынын біледі. Әкем кітап оқығанды және спортпен айналысқанды жақсы көреді. Үлкен ағам менің ең жақын досым. Ол студент, университеттің 2-ші курсында оқиды. Бос уақытымызда әрқашан бірге серуендеп, көңіл көтереміз. Менің ағам футбол ойнағанды, велосипед тебуді ұнатады.
Менің сіңілім менің кішкентай ханшайымым. Ол 5 жаста, балабақшаға барады. Ол әлі кішкентай, бірақ ол қазірдің өзінде өте ақылды және әдемі. Сіңілім қуыршақтармен ойнағанды, ертегі оқығанды жақсы көреді. Біз бірге уақыт өткізгенді ұнатамыз. Әртүрлі ойындар ойнаймыз, саябаққа барамыз, кітап оқимыз, жай сөйлесеміз. Біздің отбасымыз мен үшін ең қымбат. Кішкентай кезімде отбасымызбен тауға баратынбыз. Соқпақтармен жүріп, әсем көріністерге тамсанып, отты айналып ән шырқайтынбыз. Бұл өмір бойы есімде қалатын ұмытылмас күн. Отбасым туралы менің сүйікті естеліктерімнің бірі. Мен отбасымды қатты жақсы көремін. Олардың мен үшін жасаған барлық істері үшін алғыс айтамын. Оларға әрқашан сене аламын.